Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін нұсқа талдау, 4-ші нұсқа. Жақсы, бастаймыз. Шығыс Еуропада өз мемлекетінің құрғаны ондардың ұлы көсемі. Бұл бізде Аттила. Яғни Аттиланың басқаша есімі Еділ деп келеді. Атақты шайқас мысалы 451 жылғы шайқас бар, Каталон шайқасы деген. Каталон шайқасы. Жалпы ғұндардың ұлы қоныс аударуы осы тікелей жалпы ұлы қоныс аудару ғұн тайпасымен, ғұн мемлекетімен байланысты болып келеді. Ұлы қоныс аудару. Жақсы. Негізін жалпы ғұн империясы негізін қалаған, ол бізде мөде болып келеді. Бірақ ол шығыс Европада емес, Монғолия жағында құрады. Біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда болып келеді. Чжи кезінде ұлы қоныс аудару басылады. Ұлы қоныс аудару дейді. Тұман деген туралы біздер айтылмайды. Келесі. Шығыс дешті қыпшақ, Жетісу, оңтүстік Қазақстан аумағында экономикалық және саяси үдерістердің заңды нәтижесі. Бұл жерде Моғолстан мемлекетінің қалыптасуы, Ноғай ордасының қалыптасуы, жалпы бұл бізде Қазақ хандығының қалыптасуына тікелей әсерін тигізеді. Өйткені Жетісу аймағында Моғолстан мемлекетінде, ол жердегі Есенбұға мен Бауыры Жүніс арасында береке талас және ойраттардың шабуылы болады. Шығыс дешті қыпшақ жерінде Әбілқайыр хандығы мемлекетінің құлауына себеп болады. Ноғай ордасы бізде Еділ мен Жайықтың аралығында орналасқан. Яғни ол бізге жатпайды, Еділ мен Жайық. Сібір хандығының қалыптасуы ол бізде солтүстік Қазақстанда қалыптасқан и батыс Сібір жерінде. Ал Моғолстан егерде варианттарды тек Жетісу и оңтүстік Қазақстан бөліктері болатын болса, яғни Моғолстан болар ма еді. Бірақ та сұрақ бізде шығыс дешті қыпшақ жері кіреді. Ашаршылық жылдары қазақ халқының мүшкіл жағдайын көрсетіп Сталинге хат жазған қазақ зиялысы ол бізде Тұрар Рысқұлов 1933 жылы жазады. Ол 32 жылы жазған ол бізде Бесеудің хаты болып саналады. Бесеудің хаты. Жаңағы нелер бар, цифрлар бар. Мысалы айтайық, 40-5 миллион малдан 4-5 миллион мал ғана қалды бұл. Содан кейін келесі 2-1 миллион адам қайтыс болған. 1 миллионға жуық адам Қазақстан жерінен көшуге мәжбүр болған. Яғни осы Бесеудің хаты. Келесі 1720 жылы Сібір, Ертіс, Колыван шептерін негізін қалаған әскери отряд басшысы ол бізде Лихарев болып саналады. Ботада жаңа сұрақтардың бірі. Бухольцке келетін болсақ, ол 1716-дағы. Атақты бізде бекіністеріміз бар. 1716 мен 20 жылдар аралықтарындағы Жәміш, Омбы, ол бізде 1716 жылы, сосын 17-де бар, 18-де бар и 20-да бар. Бұлар туралы айтып кете салайық. 1717 жылы ол бізде Железинск, 18-де Семей, 20-да ол бізде Өскемен және де Кариков. Яғни Кариков ол бізде Павлодар аймағында. Кетті келесі. Оғыздардың 24 тайпаға бірігіп боз оқ және де үш оқ деген топқа бөлінгендігін көрсеткен. Ол бізде Махмуд Қашқари болып саналады. Махмуд Қашқари 24 тайпаға бөледі. Жалпы Оғыз мемлекеті 9-шы ғасыр мен 11-ші ғасырлар аралығында өмір сүрген мемлекет болып саналады. Еқожақ, яғни Жүсіп Баласағұн, Ахмет Яссауи, Мұхаммед Хайдар Дулати айтпаған екен. Жалпы түркі тайпалар туралы көбінесе осы Махмуд Қашқари дерек қалдырады. Мысалы тағы да бір тайпалар туралы айтайық. Мысалы соғдылар туралы. Соғдылар арасында түркше сөйлемейтіндігі жоқ деп айтқан осы Махмуд Қашқари болып саналады. Келесі, Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық көтерілістің тарихи оқиғаларының хронологиялы реттілігі бойынша орналастырамыз. Кенесары хан 1841 жылы хан болды. Ахмет Жандөрин, яғни бұл бізде 1844 жылдар аралығы. Ақмола талқандалып өртеп жіберілді 1838-де.
кекілік сеңгір 1847 жылы. Енді реттілік бойынша үшіншіден басталу керек. Қарайсыздар, ана жақта С варианты келмейді, үшінші и 1 деген болу керек. 3-1, сосын 2-4, яғни Д варианты 3-1-2-4. Вот осы вариант бізде жаңағы жауабы болып саналады. Кекілік сеңгір соңғы шайқаста Кенесары хан қайтыс болады. Жалпы Кенесарының туылған жылы 100 датада бар, 1802-1847 жылдар аралығында. Қазақтың соңғы ханы. Келесі Абылай ханның ықпалды кеңесшісі жырауы болған. Ол бізде Бұхар жырау. Көмекей әулием деп айтады. Яғни көмекей әулие атанған жырау деп келеді ұбт-да. Екі сұрақ бар осыған байланысты. И үмбетейге байланысты айтатын сұрақ Бөгенбайдың өлімі туралы айтады. Яғни Бөгенбай батырдың өлімі, оны айтқан кім десе, сіздер сразу айта аласыздар, үмбетей деп айта аласыздар. Түсінікті ғой? Яғни үмбетей, яғни Бөгенбай батырдың өлімін естірткен деп келеді. Түсінікті ғой? Келесі 1917 жылы сәуірде Жетісу қазақтарының съезі өтті. Ол бізде Жетісу, сіздің географиялық сәл хабарыңыз болса таба аласыздар. Ақмола бізде орталық Қазақстанда жатады. Семей бізде тоже солтүстік шығыс Қазақстан, немесе шығыс Қазақстан деп айтсақ болады. Торғай, ол бізде Торғай облысы болған, қазіргі таңда Қостанай жақта. Жауабы бізде верный ғана келе алады. Келесі тарихта ККП-ның басшылығына оның келуімен басқару мерзімі 7 жылға созылып, қайта құру идеясын ұсынылған, яғни перестройка деп атайды. Ол бізде кім кезінде болды десе, ол бізде Горбачев кезінде болды. Горбачев 1985 жылдан бастап 1991 жылға дейін. Яғни КСРО-ның тұңғыш президенті және де соңғы президенті болып саналады. Брежнев туралы айтады біздің кітапта. Брежневті 1964 жылдан бастап отыр дейді, 1982-де. Потом Андров, потом Черненко отырады. Келесі 18 ғасырдағы, ана сіздерде тестте 16 деп жазылып кетіпті, негізінен 18. 18 ғасырдағы тарихи әңгімелердің негізгі тақырыбы ол бізде жоңғар шапқыншылығы. Атақты шайқастарымыз бар, 1723-27, Ақтабан, Шыбырынды, Алқакөл, Сұлама деген сияқты. Потом 1728-1730 жылы бар. 28 Бұланты шайқасы бар. Атақты біздің жеңген, яғни қалмақ қырылған. И келесі Аңырақай шайқасымыз бар. Яғни бізде жеңіп шыққан. Келесі 15 ғасырдың бірінші жартысында Моғолстан мемлекеті құрылған ұлысты анықтаңыз. Яғни бұл ана жерде уақыт екен, қате жазылып кетіпті мына жерде. Моғолстан ұлыс айта салайық, егерде сұрақтың бұл бізде Шағатай ұлысы. Ана жерде сәл қате сұрақ болып кетіпті, майқамалатын. Шағатай ұлысы. Енді бұл егерде уақытын нақтырақ айтатын болсақ, 1348 жылы құрылған. Мұны тоже келмейді, сонда мұнаны алып тастасаңыздар болады. Келесі еще 14 ғасырдың бірінші жартысы, 15 емес, өткені 1348-де құрылады. Келесі Моғолстан мемлекетінің орталығы Алмалық Іле өзенінің бойында орналасқан. Келесі картаны және тарихи білімдерінде пайдаланып, 14 ғасырдың соңына қарай Моғолстан басты саяси қарсыласына айналған. Бұл бізде Әмір Темір мемлекеті жойқын жорықтар жасайды 1370-тен 1380 жылдар аралықтарында. Біршама рет жорық жасайды. Еще Әмір Темірден қорқып, Моғолстанда Ақ Ордамен байланыс жасауға тырысқан еді. Ал Әмір Темір білесіздер, ол Шыңғыс хан ұрпағы емес, түркіленген Барлас деген рудан шыққан. Яғни Моғолстанға қарай шабуыл жасап отырған екен. Келесі картаны және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, территориясын табасыздар. Солтүстік батысы Жетісу, ол точно, яғни мұнан алып тастайсыздар, СД дегенде. Сосын бізде Тәжікстан деген келмейді, яғни жауабы А болады. Яғни Қырғызстан деген болу керек обязательно. Жетісу деген болу керек, Шыңжаң, яғни біздегі қазіргі жаңа шекара дегендер. Келесі Әмір карта бойынша Қазақ хандығының Моғолстан мемлекетінің тигізген әсері, яғни Қазақ хандығына. Қарайсыздар варианттардың ішінен Қазақ хандығы Моғолстан билеушілер Шағатай ұрпағынан болып келді, яғни келмейді, өйткені Қазақ хандығы бізде жошыдан тарады, бұл келмейді. Келесі Моғолстан әмірлерін бақталаса Қазақ хандығы құрылуына алып келді.
ойланайық. Келесі, Моғолстан тайпалары қазақ ханның этникалық құрамын толықтырды. Келмейді. Әмір Темір Моғолстан арасындағы соғыстар қазақ ханның құрылуын тежеді, яғни ол да келмейді. Жауабы, Моғолстан әмірлерінің бақталасы қазақ ханның құрылуына алып келді. Өйткені жаңа айттық, Есенбұға и против Жүніс арасында екеуі билік үшін таласқан еді. Түсінікті ме? Сол екеуінің билікке таласқандығы қазақ ханның құрылуына себеп болады. Келесі, мәлімет бойынша Әбілқайыр хан билік еткен аймақты анықтаңыз. Ол бізде Кіші жүз. Жалпы Кіші жүз 1710 жылдан 1748 жылдар аралықтарында басқарған еді. Мәлімет бойынша әскери гарнизон, яғни казактарға қарсы соғыс болды. Ол бізде Омбы деген жерде болған екен. Келесі, мәлімет бойынша 18 ғасырдың басында қазақ-жоңғар соғыстары нәтижесінде Ресей империясын жүргізген саясаттың нәтижесі қарайсыздар. Яғни бұл біздегі қазақ-жоңғар арқылы Кіші жүздің аумағын жаулау болды. Ресей. Шу талас өзендері бойында бекіністер салған жоқ. Сырдария өзені ол жақтарға тек қана барады. Ол 19 ғасырдың 50-60 жылдары деп айтайықшы, даже 60 жылдары десек те болады. Өйткені сол кезде ғана ұлы жүз Ресейге қосылады. Қазақ жерін түпкілікті жаулап болмады. Дұрыс дәйектерді анықтаңыз. Сіздер Әбілқайыр дегенді тапсаңыз болды. Әбілқайыр ол бізде Батыс Қазақстанда Нұра, Есіл, Ертіс дегендер келмейді, сонда да варианты болады. Яғни Жайық өзені. Берілген дәйектер ішінен патша үкіметі Еділ Жайық аумағында жүргізген саясатының қарсы халықтың әрекеттері не болды? Мал жайылымы үшін күрес, қазақтар башқұрттар патша үкіметіне қарсы бағыттарды, яғни қазақтар Ресей империясының бекінісін салуын қолдады. Варианттар ұсынбаған. Мал жайылымы үшін күрес болды. Негізгі мәселе яғни мұны болды. Яғни барымта мәселесі ғой. Яғни барымта деген малдарды ұрлап алып кету. Яғни ресейліктер көбінесе сондай әрекеттер жасап отыратын, яғни казактар арқылы, Жайық казактары деген Еділ казактары арқылы сөйтіп жерлерімізден именно малдарымызды ұрлап алып кетеді. Даже біздің Жайықтың оң жақ жағалауына өтіп кеткен малдар болса, солардың барлығын тартып алатын, сондай дәрежеде болатын. Жақсы, осымен аяқталды. Сау болыңыздар.